Салем, достар. Мое имя Динара Молдогаипова. Сәлем достар, менің атым Динара Молдогаипова. Мен Кусто Агро компаниясының субсидиялау бойынша менеджерімін. Ел байлығы курсына қош келдіңіздер. Осы бейнематериалда біз сіздермен жануарларды тіркеп, олардың есебін жүргізу дегеннің не екенін қарастырамыз. Достар, алдымен малды тіркеу және есеп жүргізу дегеннің не екенін талдайық. Тіркеу дегеніміз ақпараттық базаны жүргізу, оған сіз жануарлардың жеке нөмірі, туған мерзімі, жынысы, тұқымы сияқты мәліметтерді енгізетін боласыз. Жануарлар туралы бүкіл мәлімет мемлекеттік органдарға уақытылы берілу үшін оны тіркеу қажет, сонда сіз сол органдардан да ақпарат ала аласыз. Есеп жүргізу дегеніміз әр жануардың жай күйі, олардың саны, олардың бір категориядан екінші категорияға көшіру және уақытылы есептен шығару, сондай-ақ деректерді жаңалау сияқты жануарларға қатысты мәліметтерді дер кезінде көрсету бойынша жұмыс. Жануарларды, мысалы, еркек бұзаулар мен тұқымдық бұқаларды, ұрғашы бұзаулар мен қысыр сиырларды бір категориядан екіншісіне көшіргенде, сол бүкіл мәліметті жүйеге енгізіп көрсетіп отыруыңыз керек. Бұндай есеп жануарларыңыздың жай күйін уақытылы бақылап, оларды уақытылы түгендеп отыруға, жалпы сіздің жұмысыңызды бағалап, жануардың құнын айқындауға мүмкіндік береді. Есеп жүйесіндегі барлық мәліметтерді сізге мал дәрігері сұраған кезіңізде алып береді. Жануарлардың есебін екі жүйеде жүргіземіз. Есеп жүйесінің біріншісі мал шаруашылығындағы мемлекеттік ақпараттық жүйе, оны мемлекеттік мал дәрігерлері тегін жүргізеді. Сіз өзіңіздің жануарларыңыз туралы бүкіл мәліметті мемлекеттік ветеринариялық станцияға, ондағы мал дәрігерлеріне өтінімге сәйкес жазбаша түрде бересіз. Екіншісі мал шаруашылығындағы ақпараттық талдау жүйесі. Бұл жүйені сіз өз бетіңізше жүргізесіз. Сондықтан жүйеге кіру үшін сіз сервистік алым ақысын төлеуіңіз керек. Сондай-ақ электронды цифрлық қолтаңбаңызды аша алатын болуыңыз керек. Енді түрлі жүйелерді есеп жүргізудің жөн жосығын нақтырақ қарастырайық. Бірінші жүйе мал шаруашылығының ақпараттық жүйесі. Бұл жүйені сіздің орныңызға мал дәрігері жүргізеді. Ол үшін сіз оған жануарларыңыз туралы мәліметтерді алдын ала беруіңіз керек. Ветеринариялық есеп жүргізу сізге қолыңыздағы мал басын қадағалауға, жануарларыңыздың денсаулығын сақтауға бағытталған шаралардың уақытылы атқарылуын, яғни әртүрлі вакциналардың егілуін, келесі анализге материал алынуын қадағалауға мүмкіндік беретін болады. Сондай-ақ, мысалы, мал сатып алсаңыз, сатсаңыз, осы жүйе арқылы жануарлардың бірінші шаруашылықтан келесісіне ауыстырылуын қадағалай аласыз. Сол сияқты осы жүйедегі есеп бүкіл іс-шаралардың жүргізілуін қадағалауға мүмкіндік береді. Сонда шаруашылығыңыздың жұмысына ешбір жағдай кесірін тигізбейтін болады. Ол нендей жағдайлар? Мысал ретінде жануарларды бір жерден екінші жерге ауыстыратын жағдайды алып қарайық. Бұл жағдайда сіз сатып алған жануарды карантинге қоясыз. Бұның бәрі жүйе арқылы қадағаланып, көрініп тұрады. Осының арқасында бұрыннан есепте тұрған малыңызға сатып алған жануарларыңыздың кесірі тимейтін болады. Жануарларыңыздың есебін жүргізіп, деректерді жүйеге енгізу үшін сіз жануарларыңызды бірегейлендіруіңіз керек. Бұл қалай жүзеге асады? Малды бірегейлендіргенде әр жануарға жеке нөмір беріледі, құлағына бирка тағылады. Сол биркада жануарға қатысты нақты мәліметтер, атап айтқанда жануарлардың шыққан елі, туған аймағы және реттік нөмірі. Мысалы, бізде бір санымен ірі қара мал белгіленеді де, әрі қарай реттік нөмір жүреді. Сондай-ақ бірегейлендіру дегенде біз әр жануардың нақты деректері айтылатынын түсінеміз. Жынысы, тұқымы және туған мерзімі. Тіркеу базасына енгізілген осы деректердің бәрі тұтастай алғанда жануарлардың бірегейлендіргенін білдіреді. Ірі қара малды бірегейлендіру мерзімі туғанына 7 күн толғаннан кейінгі 14 күнді құрайды. Яғни бұзауыңыздың туғаны 7 күн толған сәттен бастап 14 күн ішінде оны бірегейлендіруіңіз керек. Яғни бұзау туған соң 7 күн ішінде оған ештеңе болмаса, онда мал дәрігеріне малыңыз төлдегенін, оны есепке алу керектігін айтасыз да толық мәлімет бересіз. Сондай-ақ сіз осының бәрін өз бетіңізше жасай аласыз, өйткені бірегейлендіру ережелерінде оған тыйым салынбаған.
яғни сіз бұзауыңызға өз бетіңізше жеке нөмір тағайындап бирканы тағасыз, барлық мәліметін жазып аласыз, содан соң бүкіл мәліметті мемлекеттік мал дәрігеріне жібересіз де ол әрі қарай мал шаруашылығының ақпараттық жүйесінде тіркейтін болады. Қазақстанда жануарлардың есебі мемлекеттік биркалар бойынша жүргізіледі. Ол биркалардағы деректерді жануарлардың түрі, шыққан елі, туған облысы және жаңағы айтылған жеке нөмірі жазылатын болады. Сондай-ақ шаруашылықтар жануарлардың жеке нөмірлері мен терісінің астына енгізілетін RFID чиптеріне сәйкес ішкі мал есебін жеке жүргізеді. Ішкі нөмірлер мен чиптер бойынша есепті шаруашылықтар өз бетінше және өз қаржысына жүргізеді. Мемлекеттік нөмірлерді мемлекет тағайындап, шаруашылықтарға ақысыз, яғни тегін беретін болады. Ол нөмірлер ауыл шаруашылығы жануарларын бірегейлендіру жүйесіне, сонымен бірге ақпараттық талдау жүйесіне енгізілуі керек болады. Негізгі бірегейлендіру әдісінен бөлек, Қазақстанда қосымша тәсілдер пайдаланылады. Ол таңбалау, тату салу және радиожиілікті биркаларды пайдалану тәсілдері. Қосалқы бірегейлендіру әдістері шаруашылықтың өз ішінде мал есебін жүргізуге, сондай-ақ жануарлардың уақытша жеке нөмірлерін тағайындауға мүмкіндік береді. Бірегейлендірудің барлық қосымша әдістерін сіз өз бетіңізше және өз қаражатыңызға пайдаланасыз. Сондай-ақ алдыңызда қандай жануарлар тұрғаны бірден көзге шалыну үшін түрлі түсті биркаларды пайдалануыңызға болады. Мысалы, көк биркаларды еркек бұзауларға, қызыл биркаларды ұрғашы бұзауларға тақсаңыз болады. Енді жануарды тіркеу үшін міндетті түрде жасалатын іс-әрекеттерді рет-ретімен қарастырып көрейік. Сонымен бұзау туғанда ең бірінші жасайтыныңыз оның деректерін жазып алуыңыз керек. Яғни жануарлардың жынысын, тұқымын, салмағын және бұзаудың енесінің деректерін де қоса көрсетуіңіз керек болады. Бұзау туған соң 7 күн өткенде тірі қалса, онда жаңағы деректердің барлығын ветеринариялық станцияға өтінімге сәйкес жазбаша түрде жіберетін боласыз. Себебі мал дәрігерлері шаруашылығыңызға келіп, 14 күннің ішінде жануарды бірегейлендіріп, оған жеке нөмірі жазылған бирка тағуы керек болады. Мал дәрігері бірегейлендіру процедурасын атқарғаннан кейін, деректердің барлығын АЖБ жүйесіне енгізіп, сізге соған сәйкес мәлімет береді. Сондай-ақ бірегейлендіру ережесіне сәйкес фермер жануарды өз бетінше бірегейлендіре алады. Бірақ ол үшін сіз мемлекеттік ветеринариялық станциядан құжаттар пакеті мен биркалар алуыңыз керек болады. Оларды алдағы уақытта шаруашылығыңызда туған төлге пайдаланасыз. Жануарларды өз бетіңізше бірегейлендіргеннен кейін сіз тізім жасауыңыз керек. Сол тізімге жануардың нөмірін, туған мерзімін, жынысын және тұқымын көрсетуіңіз керек. Егер радиожиілікті бирка мен таңба түріндегі бірегейлендірудің қосымша әдістерін пайдаланатын болсаңыз, ол деректерді де тізімге енгізесіз, сосын тізімде ветеринариялық станцияға жібересіз. Ветеринариялық станция сіздің өтініміңізді ережеге сай қабылдауын қадағалаңыз, яғни олар кіріс құжатын тіркеп, қабылдаған мерзімін жазуы керек болады. Бұл не үшін керек? Жануардың деректерін АЖБ жүйесіне енгізгеннен кейін, сәйкеспеушілік туындаған жағдайда сіз өзіңіз жіберген мәліметтердің растығын дәлелдей алуыңыз үшін керек болады. Мәліметтер сәйкеспеген жағдайда, мал дәрігері деректер базасына сәйкес өзгертулерді енгізсін деп талап ете аласыз. Ал егерде жануарларыңызды тіркеу кезінде қате жіберілгенін, немесе жануарларыңызға қатысты деректер АЖБ жүйесіне уақытылы енгізілмегенін көрсеңіз, онда не істеу керек? Ондайда сіз округіңізге қызмет көрсететін ветеринариялық станцияға хат жазып, онда қай жануарға қатысты қателер жіберілгенін көрсетуіңіз керек. Егер деректер сіздің мал дәрігеріңіздің кінәсінен қате енгізілген болса, онда хатты бұрын жануарларды тіркеген кезде қосқан құжатқа сілтемені көрсетесіз де, өзіңіз нақты дұрыс мәлімет бергеніңізді, бірақ мал дәрігері қате жібергенін айтасыз. Сонда өзгерістер базаға енгізілетін болады. Ал егер жануарларды тіркеп, ветеринариялық станцияға мәлімет бергенде өзіңіз қате жіберген болсаңыз, немесе жануарды туғаннан кейін мерзімінен кеш бірегейлендірген болсаңыз, онда өзгерістер енгізілмейді.
Яғни жануарыңыз сол күйі қате деректермен жүретін болады. Ал енді жергілікті шаруашылықтан мал сатып алсаңыз, немесе шетелден мал әкелген болсаңыз, бірегейлендіру қалай жүзеге асырылатынын қарастырып көрейік. Егер сіз Қазақстан аумағында мал сатып алсаңыз, онда сол жануар туған шаруашылықта тағайындалған нөмірлері өзгермей, әрдайым сол болып қалатынын есіңізде ұстаңыз. Бұл жағдайда сізге мал сатқан шаруашылық өзінің ветеринариялық станциясына жазбаша хабарлама беру керек, сонда олар жануарларды есептен шығарып, сіздің бөлімшеңізге жібереді. Егер сіз шетелден мал сатып алатын болсаңыз, онда жануарлар сол шыққан елінде берілген нөмірлер бойынша тіркеліп, есепке алынатынын есіңізде сақтағаныңыз жөн. Шетелде берілетін сырт көрінісі жағынан нөмірлер Қазақстанда берілетін нөмірлерден ерекшеленуі мүмкін. Мал сатып алу процедурасын аяқтап, соны растаушы құжаттардың барлығы қолыңызға тигеннен кейін, сіз жазбаша өтінішпен өзіңіздің ветеринариялық станцияңызға хабарласып, растаушы құжаттарды жіберіп, жануарларды сіздің шаруашылығыңыздың есебіне тұрғызу қажеттілігін айтуыңыз керек болады. Жануарлардың мемлекеттік ақпараттық мал шаруашылығы жүйесіне есепке тұрғызу мемлекеттік қызмет болып табылады, сондықтан округіңізге қызмет көрсететін ветеринариялық станция жануарыңызды есепке тұрғызады. Сізге мемлекеттік қызмет көрсетілуі үшін қабылданған үлгі бойынша өтініш беруіңіз керек. Ветеринариялық сізге мынандай қызмет көрсете алады, жануарларды бірегейлендіреді, ауыл шаруашылығы жануарлар бірегейлендіру базасына есепке қояды, жануарларды есептен шығарады, профилактикалық шараларды өткізеді, ветеринариялық анықтамаларды береді. Жануарлар есепке қойылатын келесі жүйе мал шаруашылығындағы ақпараттық талдау жүйесі. Бұл жүйе ақылы негізде жұмыс істейді. Сондықтан, сізде жануардың бірнеше түрі болса, яғни ірі қара малдан басқа да жануарларыңыз болса, онда әр модуль үшін жеке-жеке ақы төлейсіз. Сондай-ақ жүйеге кіру үшін сізге электронды цифрлы қолтаңба керек болады. Бүкіл деректі жүйеге енгізесіз, есіңізде болсын. Егерде жануарыңыз ақпараттық талдау жүйесінде тіркелмеген болса, онда сіз субсидия алуға өтінім бере алмайсыз. Мал иелері жануарларына қатысты мынандай деректерді мал шаруашылығындағы ақпараттық талдау жүйесінде көрсетуі керек. Жануардың бірегейлік деректері, нөмірі, жынысы, тұқымы, тұқымдық көрсеткіші, сондай-ақ сиырларыңыздың бұзаулауы мен ұрықтануы туралы мәліметтерді көрсетуіңіз керек. Егер шаруашылығыңызға мал сатып алсаңыз және шаруашылығыңыздағы малыңызды сатсаңыз, ол мәліметтерді де жүйеде көрсетуіңіз керек. Ал егер мал сатсаңыз, сататын жануарды қайта өлшеп, сол деректі ақпараттық талдау жүйесінде көрсетуіңіз керек болады. Сондай-ақ малды бордақылауға қойғаныңызбен бордақылауды доғарғаныңыз туралы мәліметте көрсетіледі. Енді сөзімізді түйіндеп, не үшін мал есебін жүргізу керектігін қорытындылайық. Субсидия алу үшін бізге АЖБ және АТЖ жүйелерінде есеп жүргізуіміз керек. Бұл пункт ережелерде жазылған. Екіншіден, егерде ауыл шаруашылығы жануарларын бірегейлендіру және ақпараттық талдау жүйелерінде есеп жүргізуде сәйкеспеушілік болса, онда субсидияға өтінім толтырғанда есебі қате жүргізілген жануарлар саналмайды. Егер сіз ақпараттық талдау жүйесінен қате тапсаңыз, ол қатені өзіңіз жоя аласыз. Бұл жағдайда қатені түзеу мерзімі бойынша ереже жоқ, өйткені базаны сіз өз бетіңізше жүргізесіз. Ал егер ауыл шаруашылығы жануарларын бірегейлендіру жүйесіндегі деректерден қате шықса, онда сіз ветеринариялық станцияға жазбаша хабарласып, қателік жіберілген жануар бойынша мәлімет бересіз. Бұл ретте қатені түзеуге 2 айдан 3 айға дейін уақыт кетеді, онда да түзетілгеніне кепілдік жоқ. Өйткені ауыл шаруашылығы жануарларын бірегейлендіру базасына жануарлар туралы мәліметтерді түзетулер енгізілмейтін жағдайлар бар. Әрине, интернет болмағандықтан немесе компьютерде жұмыс істеп дағдыланбағандықтан фермер есепті өз бетінше жүргізуге қиналатын жағдайларда болып жатады. Ондайда сіз есеп жүргізу қызметін көрсететін ұйымдарға жүгіне аласыз, бірақ соның өзінде мынаны есіңізде сақтаңыз, өз малыңыз бойынша мәліметтерді оларға сіз бересіз, сондықтан ақпарат қаншалықты дұрыс толтырылатыны тек сізге байланысты. Және есіңізде болсын, ең бастысы мал есебін рет-ретімен әрі нақты дұрыс жүргізуіңіз керек. Сонда субсидия түріндегі мемлекеттік жәрдемді уақытылы ала аласыз.